2023 қысқа үздік 10 трансфер. Кеттік. 10-шы Бенуа Бадияшиль Монакодан Челсиге 38 миллион еуроға. Қазіргі нарық бойынша шарықтаған сума болмаса да қорғаушы үшін аз ақша емес. Контракт 7,5 жылға. Бадияшиль Еуропадағы ең талантты жас қорғаушылардың бірі. Бойшаң сол аяқта 22 жасында Лига 1-де Монако үшін 100 матч өткізіп үлгерген. 300-дің ішінде мен шумекеймін. Бенуаны сатып алған Тод Боули осылайша орталық қорғаушылар үшін 156 миллион еуроға шығындалды. Кулибали, Фофана, Бадияшиль сойқан сумма. Менде бар ақша 5 теңге берсе тұтасыз. 9-да 9-дық Мемфис Депай Мадридке қоныс аударды. Барсадан Атлетико Мадридке. Келісім суммасы 3 миллион еуро. Нидерландтар ойыншысы 9-шы нөмірде ойнайды. Валидолидке қарсы ойында дебют жасады. 21-дің жазында Барсаға келген. Месси үшін бұйырмады. 42 матчта 14 гол соғып 2 ассист жасаған. Шарттама алдағы жазда аяқталмақ. Барса жылдам қыста сату шешті. Ақшаға қызын сатып отыр. 8. Ваут Вехерст МЮ-дің жаңа центр форварда. Берлиден жалға алды. Сезон соңына дейін. Бірақ Бешикташқа аренда мерзімін уақыттан бұрын аяқтаған үшін 2,8 миллион еуро өтемақы төленуі тиіс. Мұнда Ваут маусымның алғашқы жартысын өткізген. Есік нәрестені бөлуге арналған ағаш төсегі. Вехерст 27-ші нөмірді алды. Арсенал мен Кристал Пэласқа қарсы алаңда ойнады. Бернли чемпионшипте лидер. АПЛ-ға оралса, форвардты өздерінде қалдыру ықтималдылығы басым. Ал Юнайтед үшін ол шабуылды биыл нығайтуға мүмкіндік. 7-де Руслан Малиновский клубты ғана емес, лиганы ауыстырды. Аталантадан Марсельге жалғаттан. Бергамолықтар аренда үшін 10 миллион еуро пайда тапты. Тағы 3 миллион еуро бонус күтіп тұр. Айтпақшы, сатып алу мүмкіндігі қарастырылған. Уже Марсель үшін 2 ойын өткіз. Кезінде Аталантаны онсыз елестету қиын еді. Қазір Гасперини мен дау себепті. Биыл Италияда жартып та ойнамады. Руслан твой не авторитет для меня. 6-шы Ян Зоммер. Жай ғана Гладбахты алып тастады. Енді ол Мюнхенде, Баварияда. Швейцариялық Мюнхенді қатты қалады. Трофейге таласқысы келді. Мұны түсінген Боруссия жіберді. Байерн ол үшін 8 миллион еуро төлемек. Плюс 1,5 миллион еуро. Себебі чемпиондық бар. Тағы 250 мыңнан Германия кубогы немесе Элчі жеңсе төлену керек. Бешай ақшасын яптылаймайды. Контракт 2,5 жылға. 25-тің жазына дейін. Баварияға Нойер орнына қақпашыға жет болды. Мундиальдан соң шаңғы теуіп аяғын сындырып алған еді. Маусым ол үшін аяқталды. Аяғым! Бай! Факт. Зоммер Байерн намысын қорғайтын Бундеслигадағы небәрі 3-ші шетелдік қақпашы. Пепе Рейна және Жан-Мари Пфафтан кейінгі. Топ 5. Леандро Троссард Арсенал ойыншысы. Брайтоннан ауысып келді. 21 миллион фунт стерлинг төлену керек ол үшін. Тағы 5 миллион бонус ретінде. Шартнама 2026-ға дейін. 28 жастағы бельгиялық Брайтон үшін маусым жартысында 7 гол соғып 2 ассист жасады. Демек, одан да көбірек бағалану тиіс еді. Бірақ Лисандро клубпен конфликтке ұшырады. Нақтырақ айтсақ, бастапкер Роберто де Зерби мен Күйеуіме қатты ренжіп кетіп қалдым дейді. 4-ші орын. Жуау Феликсті Челси арендаға алды. Атлетикодан 11 миллион еуро төленуі тиіс. Және 6 миллион еуро жалақысында лондондықтар өз міндетіне алды. Маусым соңына дейін жалға берілу мерзімі. Сатып алу құқығы қарастырылмады. Егер ұнаса Челсиге барлығын жазда 0-ден бастамақ. Жуау Мадридтен кетерінде Атлетико мен келісімшартты 27-ге дейін ұзартқан. Дебют сәтсіздеу шықты. Фулхемге қарсы матчта қызыл алып 3 матчтық дисквалификацияға ұшырады. Пиздец. Үздік үштікте Михайло Мудрик. Шахтардан Челсиге 100 миллион еуроға. Hi guys. Қыста барлығы талқыға алған трансфер. Арсеналдың алдын орап Челси 22 жасар вингерді қатарға қосты. Шахтар 70 плюс 30 миллион еуролық келісім жасады. Бұл ресми. 70 миллион украиналықтарға кетеді. Ол гарантия. Ал 30 миллионы бонус ретінде. Арсенал 90-95 миллион ұсынған болатын. 5-7 теңге бар, бәрін бердім. Контракт 8,5 жылға. 31-дің жазына дейін. Ливерпульге қарсы дебют жасады. Мудрик Челси жобасын тамаша деп бағалап Поттермен жұмыс істегісі келетіндігін айтқан еді. Expecto Patronum! Екінші тұғыр. Коди Гакпо Ливерпульде. PSV-дан сатып алын. 42 миллион еуроға. Қалған 8 миллионды жетістіктері себепті бонус ретінде бермек. Дайте мой бонус. Ұшқыш Голланд күзде PSV-да оттай жан. Мундиальда лаулай түсті. Енді ол АПЛ-да 2 ойын өткізіп үлгерді. Ал келісімшарт 6 жылға. Негізі Юнайтед оған қатты қызыққан. Бірақ Ливерпуль таңдады. Питен Глан мистерге сендерге саламағым. Осы қыстағы үздік трансфер Криштиану Роналду. Еркін агент статусында Сауд Арабиясына аттан. Мұндағы Әл Насырға. Ман Юнайтедпен шартнама үзген соң, таяу шығысқа бет алды. Криш мұнда таза футбол ойнау арқылы жылына 90 миллион доллар табыс таппақ. Және қосымша жобалар арқылы 200-ге дейін арттыра алады. Кайфуем, как депутаты! Әл Иттифаққа қарсы ойында Әл Насыр үшін ресми дебютін жасады. 90 минут ойнап бірақ гол соға алмады.
Міне, осы қыстағы біздің нұсқа бойынша топ 10 трансферді жарияладық. Алда тағы да тосын сыйлар орын алу мүмкін. Әзірге бар осы. Келесі кездескенше. Сау. Киллиан, лучший, сау болшы. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.